жылы бір топ турист Синетель аралына жақындады. Олар жай ғана видео түсіргісі келді. Бірақ оларды ешкім қайта көрмеді. Себебі бұл жерде адам өмірінің ешқандай құны жоқ. Бұл тайпада заң жоқ. Олар не қаласа соны істейді. Ең қорқыныштысы, олар бұл үшін еш өкінбейді. Бұл Синетель тайпасы. Қазір біз ол тайпаны жақынырақ білетін боламыз. Айтпақшы, мен өз көрермендеріме 5000 теңгедей қаржылай сыйлық ойнатып жатырмын. Оны осы видеоның соңында айтатын боламын. Алдымен лайк басып тіркеліп кет. Бұл сіздер үшін 1 секундтық іс, ал мен үшін үлкен еңбек. Синетель тайпасы тас дәуірінде қалып қойған халық. Олар өркениеттен толық оқшауланған. Бірақ олар жай ғана жабайы емес, олар нағыз питекантроптар. Қайықтарға садақ атып, тікұшаққа тас лақтырады. Шекарасынан өтсең тірде көмеді, немесе денеңді бөлшектейді. Олар үшін бұл ойын емес, бұл өмір сүру салты. Тіпті өз тайпасындағы әлсіз адамдар, ережеге бағынбайтын адамдарды өлтіреді. Бұған ешқандай жаза да, заң да жоқ. 19 ғасырда ағылшын теңізшілері оларды күштеп зерттегісі келді. Бірнеше адамды ұрлап, оралғанда олар ауру таратты. Тайпа мүшелері қырылып қалды. Сол күннен бастап олар сыртқы әлем өлім деп түсінді. Олар үшін біз вируспыз. Содан бастап олар өз заңын құрды. Кімде-кім бұл жерге жақындаса өлсін. Және олар бұл заңды әрқашан орындайды. 2018 жылы американдық миссионер Джон Чау аралға інжіл жеткізу үшін барды. Ол Құдай сөзін айтпақ болды. Тайпа оны алғаш көргенде күлкімен қарсы алды. Бірақ келесі күні оған садақпен оқ атып оны өлтірді. Кейін балықшылар тек денесінің бөліктерін көрді. Тайпа балықшыларға: бізге сендердің құдайларың да, ережелерің де керек емес деді. Синетель аралына ешкім жақындай алмайды. Бұл тек ежелгі садақ ұстаған жабайылардың мекені емес, бұл адамзаттың ең үлкен құпиясы. 1987 жылы үнді әскери кемесі ауа райының бұзылуына байланысты кездейсоқ Синетель аралына жақын келіп қалған. Кеме сигнал беріп тоқтауға мәжбүр болған. Бірақ 5 минуттан кейін теңіз астынан белгісіз металл дыбыстар шығып, кеме электроникасы істен шыққан. Кемедегілердің айтуынша, судан биіктігі 2 метрлік, көздері жарқыраған адамдар шыққан. Олар ештеңе деместен найза тәрізді қарумен кемеге бағыт көрсеткен. Кеме дереу шегінген. Бұл ақпарат ешқашан ресми түрде жарияланбады. Бірақ кемеде болғандардың бірі 2003 жылы зейнетке шыққанда осыны айтып кеткен. Ең қызығы, ғалымдар бұл тайпаның ДНК-сында ерекше мутация бар екенін анықтаған. Олар ешбір аурумен ауырмайды, тіпті уланған суды ішіп те тірі қалады. Олардың қанының құрамында басқа адамдарда кездеспейтін белгісіз ақуыз бар. Кейбіреулер бұны мутация жер бетінде ерте пайда болған адамдар түрінен қалған белгі дейді. Кейбір зерттеушілер бұл аралда уақыттың тоқтағаны туралы айтады. Спутник арқылы түсірілген бейнелерде бұлттар әрдайым бір орында тұрып қалады. Тайпа еш өзгермейді. Арал ешқашан табиғи апатқа ұшырамайды. Аңыз бойынша 19 ғасырда бір британ офицері осы аралға барып тайпамен байланыс орнатуға тырысқан. Ол 4 күннен кейін аралдың жағасына тікесінен тұрып қалған. Оның көзі ашық болған, бірақ ішінде қара дақ бар еді. Ал денесінде ешбір жарақат болмаған. Бұл оқиғадан кейін ағылшындар аралға жақындамауды бұйырған. Синетель аралы бұл жай ғана жабайылардың мекені емес. Бұл әлемнен жасырып отырған тірі мұражай, не болмаса эксперименттік аймақ. Бұл тайпаның ішінде не болып жатқанын ешкім нақты білмейді. Бірақ кейбір фактілер бойынша олар өлген адамның денесін салтанатты түрде өртейді. Яғни олардан бір ықпалды адам дүниеден өтетін болса, олар оны жерлемей бірден өртейді. Синетель тайпасы әлсіз баланы орманға қалдырып кетеді. Ол бала осылайша өзінің мықты екенін тайпаға дәлелдеп оралады, немесе жыртқыштарға жем болады. Бұл тайпада барлығын көшбасшы шешеді. Көшбасшы бұнда ең ықпалды адам. Егер оған біреу қарсы шықса, тірідей көмеді. Бұл тайпада ең ерекше әрі бір түрлі дәстүр бар. Бірақ бұл өздері үшін күнделікті іс сияқты. Мұнда ер адамдарға әйел адамы ұнамаса, әйелдерді өртеп жібере алады. Олар үшін нормалар мүлде басқа. Олардың әлемінде заң да, сот та өздері. Олардың бойы шамамен 1,90 метр, бірақ дене салмағы әлде қайда жеңіл. Олар сымбатты, бұлшық еттері айқын, бірақ аса ірі емес. Олардың орманда жүру кезінде есту мүмкін емес дейді. Әскери дрон олардың артынан 3 шақырымға дейін ұшқан, бірақ бірде-бір дыбыс тіркелмеген. Синетель тайпасының адамдарының көздері түнде мысықтікіндей жарқырап тұрады. Күндіз көздері толықтай қара түсті. Қарашығы мен ақ қабығы ажырамайды.
Кейбіреулердің айтуынша олар тікелей көзбен қарасаң сенің не ойлап тұрғанды сезіп қояды дейді. Олардың терісі өте қою қоңыр, кейбірі қараға жақын. Бірақ ерекше нәрсе олардың денесінде ақ жолақтар бар. Бұл туа біткен белгілер емес, қасиетті өрнектер дейді. Бұл өрнектер адамның шежіресі мен тайпасындағы орын көрсетеді. Мысалы арқасында X тәрізді белгісі бар адам тайпаның күзетшісі, ал шеңбер пішінділер дәрігерлер. Сенетек тайпасының адамдары адам есін 2 шақырымнан сезе алады. Олар жел бағытын үнемі тексеріп отырады. Турист немесе дрон жақындаса, еспен сезіп жасырынып қалады. Сондықтан олар ешқашан байқалмайды, камераға да оңай түспейді. Тайпаның мүшелерінде құлақтары сәл ұзындау және сүйірлеу. Кейбір ғалымдар бұл генетикалық мутация дейді. Ал тістері өте өткір, табиғи түрде үшкір болып келеді. Бұл олардың тамақталдауына және аңшылыққа икемді болуына көмектеседі. Тіпті олар тірі жануарды тістеп бауыздай алады. Олар сөйлейді, бірақ өте төмен жиілікте. Адам құлағы естілмейтін. Бір экспедиция олардың дыбысын жазып алған, ал лабораторияда тыңдағанда дауыстары адамдікіне ұқсамайды. Тіпті инопланетян тіліндей дыбыстар болған. Бұл олардың құпия байланыс жүйесі болуы мүмкін. Сенетелдер сыртынан 25-30 жаста көрінеді, бірақ кейбірі 60-70 жаста болуы мүмкін. Олар қартаймайтын тәрізді, себебі әжімде тісті түсіп қалғандары жоқ. Ғалымдар олардың организмде белгісіз ақуыз тапқанын айтады. Бұл қартаю процесін баяулатуы мүмкін. Кейбір конспирологтар бұл тайпа адамның жер бетіндегі бастапқы түрі деп есептейді. Бізден бөлініп, табиғи қалпында қалған жалғыз тірі популяция. Сенетел тайпасы біздің цивилизациямыздан бас тартқан әлем. Олар өмір сүреді, бірақ өз ережесімен. Біз үшін бұл жабайылық, олар үшін бұл әділет. Жоғарыда айта кеткендей, мен конкурс ойнатып жатырмын. Егер осы видео 10 000 қаралым жинаса, мен кез келген бір жақсы комментарий жазған адамға 5000 теңге аударып жіберемін. Ол үшін саған бар болғаны ұзақ әрі әдемі комментарий қалдыру, лайк басу, тіркелу керек. Кейін қалтаңда 5000 теңге. Ендеше видеомды аяқтаймын. Сау саламатта болыңыз.